Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін сочный манты дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар, және де жанында қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басқан жағдайда менің салған рецепттерім сізге бірінші болып шығып тұратын болады. Ендеше достар, менімен бірге жасаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай беті жылтырап, өте керемет манты болып шығады. Достар, ең алдымен 150 грамм суымызға бір дана жұмыртқамызды және де 1 шай қасық тұзымызды салып аламыз. Міндетті түрде үстінен сұйық майымызды құятын боламыз. Және де електен өткізілген ұнымызды саламыз. Сұйық май құйған себебіміз май қамырымызды яғни жылтыратып, өте керемет қылады. Мінекей орташа қаттылықта қамыр илейтін боламыз. Келесіде салмасына кірісетін боламыз. Салмасына бізге 2 дана картошкамыз бен 3 бас пиязымызды салып алдық, және де кубиктап турап алдық. Мұнда менде 1 килограмм фарш. Пиязымызды барлығында дәл осылай ұсақтап турап, фаршымыздың бетіне салып, үстіне татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, және де 150 грамм шамасында суымызды, және де 100 грамм майымызды құйып алатын боламыз. Қыздар, ешқандай да майлы болып кетпейді. Біздің фаршымыздың бір-біріне жабысып, бірігіп қалмауының себебі бірден-бір осыда. Мінекей достар, салмамызды дайындап, енді бетіне подливасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды және де үстіне сәбізімізді салып, менде қатырылған томат бар, сол томатымды салып алдым. Сіздер кәдімгі обычный томатты қолдана берсеңіздер де болады. Және де үстіне шамамен 100 граммдай су құйып, кішкене қайнағаннан кейін бетіне ас көктерімізді салып алатын боламыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ, шамалап 5-7 минут шамасында қайнаса жеткілікті қыздар. Баяу отта. Мінекей енді кезекте қамырымыздың июі қанып, керемет болып тұр. Осы қамырларымызды жайып алатын боламыз. Өте жұқа етіп жая беріңіздер, ешқандай да езілмейді. Қамырымыз қатты болып, өзінің формасын ұстап тұратын болғандықтан керемет болып шығады. Қамырды жұмсақ қылып илеудің қажеті жоқ. Орташа қаттылықта етіп илей беріңіздер. Мантыға қатты қамыр дұрыс. Дәл осылай кесіп формаларға салып, формамызды дайындап аламыз. Мен кішірек қылып аламын. Мінекей осы қамырларымызды, дайын қамырларымызды жайып, арасына фаршын толтырып салыңыздар. Аз-аздан салсаңыздар, мантыларыңыз көтерілмей, томпақ болып шықпай қалады. Мен осылай қамырын кішірек қылып, арасына фаршты көптеу саламын. Достар, мұнда Instagram парақшам бар. Instagram парақшама да тіркеліп алыңыздар. Ол жақта да өте пайдалы, тәтті, дәмді рецептермен бөлісіп отырамын. Және де күнделікті стористер мен сол жақтамын. Мінекей достар, яғни манты қазанымызды манты қазанымыздың астын майлап, жақсылап мантыларымызды орналастырып, міндетті түрде бетін майлаңыздар. Сонда жаңағы қамырларыңыз құрғап кетпейтін болады. Бетіне міндетті түрде гүленка жауып алыңыздар. Енді кезекте крышкасын жауып, қайнап тұрған суымызда пісіріп алатын боламыз 45 минутта. 45-50 минутқа қойсаңыздар да жеткілікті. Мінекей достар, менің мантыларым дайын, ешқандай да жыртылмай, езілмей пісетін болады. Достар, дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және де достар, менің YouTube каналыма тіркелуді тағы да ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.